Ассалаумағалейкум достар. Қазіргі заман өздеріңіз білетіндей технология заманы бәрін өзгертті. Бізді осы технологияға, әлеуметтік желіге тәуелді етіп қойды. Күнделікті рилс скролл ете бергіміз келеді, әлеуметтік желіден шыққымыз келмейді. Соның себебінен өмірімізде жалқаулық, еріншектік дофамин жүйесінің бұзылуында жатыр. Бүгінгі видеода біз сол туралы сөйлесетін боламыз. Жалпы дофамин туралы біз үшін ең керек, қажет ақпаратты беретін боламын. Қарапайым тілде айтқанда, дофамин ол бізге қуаныш, ләззат, рахат сезімін сыйлайтын гормон. Ол әдетте бізді бір нәрсе ұнататын, бір ләззат әкелетін іспен айналысқан кезде соны жасаудан алдын бөлінетін гормон. Мысалы, дәмді тамақ жердің алдында, немесе бір мақсатқа жеткен кезде, немесе бір мақтау естіген кезде бұл дофамин бөлінеді. Дофамин бізге қанағаттандыру сезімін тудырады, және ол егер сау болмайтын болса, яғни дофаминді сау емес деп бөлуге болады, оны алда айтып жатам. Ол бізге тәуелділікті алып келеді. Кәдімгі біз есірткіге қалай адамдар тәуелді болады, дәл сол секілді біз осы сау емес және өте жылдам алынатын дофаминге тәуелді боламыз. Және тәуелділік дегеніміз сол әрекеттерді осыған дейін тез арада үлкен всплеск алып келген әрекеттер жасауға, қайта жасауға ол бізді әрдайым итермелеп тұрады. Мына график кейбіреулеріңізге таныс шығар. Бұл график нені білдіреді? Өмірімізде соңғы кездері өте жиі орын алатын құбылыс. Бұл график егерде өте жылдам көтерілген байқап тұрсыздар, бұл адам тез рахат алатын, тез моментальный ләззат сезімін тудыратын іс-әрекетпен айналысты деген сөз. Сол сәтте дофамин өте жылдам бөлінеді, одан кейін дофамин нормасынан төмен түседі. Яғни бұл дофамин ямасы деп аталады. Дәл осы жерде бізде күйзеліс, мотивацияның әлсіреуі, жалқаулық деген сезімдер туады. Және дәл осы жерде біз басқа күнделікті өзіміздің жұмысымызды жасауға шама, мұрша қалмайды. Оның себебі біз осы арзан дофаминге тәуелді болып қалуымыз. Бұл арзан дофамин бізге не береді? Әлбетте ол қазіргі әлеуметтік желі, тез арада видеоларды бірінен бірін скролл ете беру, ол фастфуд, немесе тәтті көп жеу, яғни бір тәтті деңгесін екінші тәттіге құмартып тұрасың. Яғни бұл біз кәдімгі доза секілді қажеттілігіміз болып қалады, тәуелділікке алып келеді. Яғни сен мысалы таңертең тұрған кезде қарапайым бір қалыпты дофамин нормасында тұрады да, одан кейін ми кеше мысалы қатты всплеск алған дофамин жоғары болған кездегі әрекетті іздеп тұрады. Сол үшін бірден телефонға қолымызды жүгіртеміз, бірден әлеуметтік желіге кіреміз, бірден WhatsApp-қа кіреміз деген секілді. Ол бізге сондай тез арада осы қуаныш, какой-то моментальный ләззат сезімдерін сыйлап тұрады да. Дәл сол секілді мысалы біз сериал көрген кезде де ол моментальный сол сәтте көріп бірден жемісін беретін әрекет. Ал қарапайым кітап оқу, жүру, жүгіру, спортпен айналысу, үй жинау деген секілді әрекеттер бізге ұзақ мерзімде және салыстырмалы түрде азырақ эмоция сыйлағандықтан оған дофамин аз бөлінеді және оған уже ұмтылмай тұрамыз. Себебі оны алу қиынырақ, оған көбірек күш-жігер жұмсау керек, көбірек уақыт жұмсау керек. Оның графикін мына жерде көрсеңіздер болады. Яғни бұл сау дофамин жүйесінің графигі. Біз белгілі бір пайдалы нәрсемен айналысқан кезде оның графигі бірден емес, басында
біз фокусқа кіргенге дейін, сол процестің ішіне енгенге дейін ол ұзақ көтеріледі, ақырындап бір қалыпты көтеріледі де сосын өзінің ең жоғары нүктесіне жеткеннен кейін ақырындап өзінің нормасына түседі. Сол үшін де біз күні бойы бір жақсы пайдалы іспен айналысқан кезде бастапқыда ол қиын болуы мүмкін. Мысалы сіз бір жобамен, проектпен айналысқан кезде бірден кірісіп кете алмайсыз көп жағдайда. Ақырын ішке фокусқа, процеске кіру керек. Сол процеске кіргеннен кейін сіз уже уақытты ұмытып кетесіз кей жағдайда. Және ол біразға созылады. Яғни дофаминнің әсері ұзаққа созылады, жоғары деңгейде сақталып тұрады. Кейін жобаны аяқтап, басқа іспен айналысқан кезде ол ақырындап өз қалпына келеді. Яғни бұл біздің сау дофамин жүйеміз. Негізі осылай болу керек. Бұл нәрсе мынадай ямаға алып келмейді. Ал ямаға осы жоғарыда айтып кеткен әлеуметтік желіні скроллить ету, шортстар, рилстар қарау деген нәрсе бұзады. Әлбетте сен ол жерден қатты әсер, қатты эмоция алғаннан кейін саған мына қарапайым нәрселер қызық емес та. Сен анаған тәуелді болып қалдың. Себебі ол арзан, ол жылдам және ол сенен көп күшті, көп жігер қайратты талап етпейді. Сонымен жалпы осы екі графикті қорытындылайтын болсақ, онда көруге болады. Арзан және жылдам дофамин алған кезде бізде дофамин яма пайда болады. Яғни қаншалықты жоғары всплеск болған сайын оның төмен түсуде соншалықты көп болады. Нәтижесінде біз үшін маңызды болған қиын істерге бізде мотивация болмайды, жалқаулық туады. Тез арада біз сый немесе нәтиже алмасақ белгілі бір әрекеттен, онда оған мүлде құлшыныс болмайды. Яғни дофамин жүйесі үнемі сөйтіп бұзыла беретін болса, бізде үнемі күйзеліс, апатия сезім болады. Яғни сол дофамин ямада жүреміз. Ал керісінше сау дофамин жүйесінде біз ұзақ мерзімді мотивация аламыз. Мысалы, далаға шығу, далаға серуенге шығу. Басында жүргің келмейді, қиындау болады, бірақ потокқа кіріп кеткен кезде, процеске кіріп кеткен кезде сен кәдімгідей ләззат ала бастайсың. Осы сау ұзақ мерзімді дофамин бөлінуінің бір белгісі. Немесе кітап оқығанда, үй жинаған кезде де дәл сондай сезуге болады. Енді маңызды сұрақ ол дофаминовый ямадан қалай шығамыз, қалай сау қалыпқа келеміз. Мен мынадай бір мақала оқығам. Дофаминовый ямада жүретін болсаң, күйзеліс күйін кешіп отырсаң, дәл қазір мысалы телефон шұқылап отырдың да, кейін телефон жапқаннан кейін біртүрлі бір күйзеліс сезім пайда болды іште. Бостық сезім, уақытты зая кетіру сезім пайда болды. Және сол сәтте айтпақшыдай, адам жаңа дофаминді қайтадан көтергісі келіп тұрады ғой. Қайтадан сол үшін приложение жапқан кезде қайтадан ашқың келіп тұрады да. Мысалы сериал біткен кезде, бір серия біткеннен кейін қайтадан екіншісін көргің келіп тұрады. Себебі егер ол бітіп қалатын болса, сен жаңа яма состояниесін кешесің да. А сен ол состояниеде болғың келмейді. Вот сол кезде дейді, өзіңе ұнатпайтын бір істі жасау керек дейді. Мысалы, салқын душ қабылдау, немесе 50 бёрпи жасау, немесе 1 минут спринт жүгіру. Бұл нәрсе тезірек нормаға, дофамин жүйенің нормаға келуін қамтамасыз етеді. Және мысалы суық душқа түсу деген кезде де түсіну керек. Бұл андай тастай, мұздай суға түсу емес. Өйтіп денсаулықты құртып алуға болады, егер ағза үйренбеген болса. Суық душ деген ол сізге ыңғайсыз, сізге некомфортно болатын температура болу керек. Яғни сіз оның астында тұрғыңыз келмейтіндей болу керек. Соның астында, сондай салқын судың астында 1-2 минут тұрсаңыз, кейін уақыт өте етіңіз үйренетін болса, температураны жоғарылатсаңыз болады. Сіздерге келесі челленджді ұсынғым келіп тұр. Осыны қолдансаңыздар, әр челленджге
бір апта уақыт бөліп соны өмірлеріңізге енгізсеңіздер болады. Одан кейінгі нәтиже енді ерекше, себебі сіз өз уақытыңызды, өміріңізді саналы сүре бастайсыз. Шынымен мен телефонға тәуелді болып қалған екенмін деген секілді сезім туады. Осы сәтті бағалай бастайсыз. Ең алдымен ол таңда тұрған кезде және жатардан алдын 1 сағат телефон қолданбау. Себебі адам оянған кезде, бағана айтқандай, арзан, тез дофаминді іздеп тұрады. Себебі қуаныш сезім керек бізге моментально. Вот сол сәтте телефонды қолданбау керек. Сіз тұрасыз ба? Кәдімгі ұзақ мерзімді рахат әкелетін іспен айналысу керек. Ақырын тұрып, үйіңізді жинап, құлшылығыңызды жасап, кітап оқып дегендей. Сол әрекеттерден кейін керісінше сізде күніңіздің қалған бөлігіне бір керемет мотивация сезім болады. Күніңізге былайша настрой жасайсыз, әдемі настрой болады. Ал егер телефонды шұқылайтын болсаң, кім жазды екен деп WhatsApp-ты тексеретін болсаң, онда әрі қарай қайтадан ұйқыға тартып тұрады. Осы челленджді 1 апта қолданып көріңіздер. Одан кейін салқын душ челленджін қосуға болады. Тағы 1 апта осыны тест жасап, менің жалпы состояниеме ол қалай әсер етеді екен деген секілді тексеріп көрсеңіздер болады. Сосын тағы бір керемет нәрсе, ол серуенге шығу. Желательно таңда, мүмкіндік болмаса кешкі уақытта жарты сағат. Және телефонсыз шыққан абзал. Біз әдетте сыртқа шыққан кезде қайтадан ми тыныштық состояниясында болғысы келмейді да, постоянно бір нәрсе іздеп тұрады. Яғни біз телефоннан наушникпен бір подкаст, аудио кітап немесе музыка тыңдағымыз келіп тұрады. Тыныш бір қалыпты күйде жүруіміз қиын болып кеткен қазіргі кезде. Себебі олай жүрсең неді? Скучно, былайша айтқанда, іш пыстырарлық бағанағы бір нәрсе тыңдап жүргенге қарағанда. Сол үшін осы нәрсеге үйрену керек, ал ол үшін сіз жарты сағатқа телефоныңызды үйде қалдырып серуенге шығасыз. Кәдімгідей басында қинап шығарсаңыз да болады. Кейін бірақ ерекше андай мотивация, энергия сезімін сезетін боласыз. Мен өзім осыған дейін 100 күндік таңда жаяу 1 сағат жүру челлендждарын жасаған болатынмын. Содан алған тәжірибем көп. Сондағы сезімдерді мен шын керек үнемі сезім келетін еді. Сол кезде ойлайтын едім, неге мен үнемі өйстіп жүрмеймін деп. Сол үшін жаяу жүріңіздер, бұл челленджді да енгізіңіздер өмірлеріңізге. Өте керемет пайдасы көп. Сосын тағы бір челленджді қосуға болады, ол тазалық иманның жартысы дегендей. Күнделікті 30 минут үй жинауға бөлу. Дәл солай, ешқандай музыкасыз, телефонсыз, бәрін өшіріп, желательно үйде жалғыз болып, таза үй жинауға кіріссеңіз. Сол нәрсе бізге осы дофаминный системаны орнына қалпына келтіруге жақсы көмектеседі. Сосын тағы достар, біз челленджге кітап оқу әдетінде қоссақ болады. Ол үшін помидор арқылы оқуға кеңес берем. 25-40 минут деген секілді. Барлық алаңдататын нәрселерді алып тастаймыз. Тыныш обстановкаға отырып, әдемі бір ұнататын кітапты алып, соны оқимыз, фокус қойып. Сол нәрсе біздің дофамин жүйемізді нормаға, қалыпқа келтіруге көмектеседі. Жалпы түсінгеніміздей, арзан, жылдам дофаминовый всплеск ол дофаминді ямаға алып келетін болса, күйзеліске, жалқаулыққа алып келетін болса, енді оны қалыпқа келтірудің жолы ол дофаминовый детокс. Яғни толықтай телефонға деген тәуелділіктен арылу. Себебі көбіне қазіргі проблема осы телефоннан. Ол үшін не істейміз? Біз жоқ дегенде 24-48 сағат полный үземіз қарым-қатынасты. Әлеуметтік желіге кірмейміз, барлық жерден өшіріп тастаймыз. Бастапқыда қиын болуы мүмкін, бір ломка сезім болуы мүмкін. Себебі мысалы
өмір бойы темекі шегіп тастай алмай жүрген адамдар да жетерлік, бір күнде олардың тастап кетуі екіталай. Дәл сол секілді сізде де қиындық болуы мүмкін бастапқыда. Сол үшін берілмейміз. Егер біздің жалпы гормондарымыз, миымыз сау, дұрыс жұмыс жасағанын қаласаңыздар, онда осындай құрбандыққа баруға тура келеді. Өз басымнан өткен негізі. Арасында менде сондай тәуекелдіктер болып тұрды. Қанша уақыт мен ана әлеуметтік желіге кетіргенімде өзім шошып кететінмін, шыны керек. Уақытымды кәдімгідей аяйтым, сол зая кеткен. Сол үшін қазір телефонда менде әлеуметтік желілер жоқ, барлығын 0 минут деп шектеп тастағам. Парақшаларым бар, бірақ кірмеймін. Тек YouTube'қа кірем, және ол ноутбуктан. YouTube'да шортс қарамаймын, ұзын, кәдімгі пайдалы дәрістер, лекцияларды отырып конспектлеп соларды қараймын. Ол енді сау дофаминдік жүйеге әкелетін әрекеттің бірі. Ал арзан, жылдам дофамин әкелетін әрекеттер ол осы телефонда, әлеуметтік желіде шортстар, рилстар деген секілді. Вот содан арылуымыз керек. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Менің жалпы мақсатым, егер осы айтылғандардың ішінен бір затты болсын алып, өміріңізге қолданып, өміріңізді өзгертіп пайда алып жатсаңыздар, менің мақсатым орындалды. Сол үшін әрекетке көшейік. Назарларыңызға рахмет.